Шалем, менің атым Арнор. Бүгін мен Мақтақыш бен Мысықты айтам. Мақтақыш бен Мысық дос болыпты. Мақтақыш үйден бір мүйізді табыпты. Сонда Мақтақыш мүйізді жеп қояды. Мақтақыш, неге мені шақырдың? Мақтақыш үндемеді. Мысық қатығынды тігіп жатты. Мақтақыш күрегінді жуады. Апа, мен күрегімді бер. Ендеше мен қатығымды бер. Сонда Мысық сиырға барады. Сиыр маған қатық бер, ендеше маған жапырақ бер. Сонда Мысық жапырақ тауып ағашқа барады. Ағаш, маған жапырақ бер, ендеше маған су бер. Суға барады жақша. Қыздарды көріп қалады бір. Қыздар, маған су беріңдерші. Қыздар айтады, ендеше бізге шағыз беріңдер. Мысық шағызды алуға дүкеншіге барады. Дүкенші маған шағыз беріңші. Дүкенші айтады, маған жұмыртқа бер. Сонда мен саған шағыз берем. Мысық жұмыртқа үшін тауыққа барады. Тауық, маған жұмыртқа бер. Тауық айтады, Мысық, маған жем әкел. Сонда мен саған жұмыртқа берем. Алдына шыққанды көріп қалады. Барында айт, үйінде не бар? Бір тары менде бар. Ендеше маған бір тары беріңіз. Мысыққа тары береді. Мысық оған тары береді. Тауық оған жұмыртқа береді. Мысық дүкеншіге жұмыртқа береді. Дүкенші шағыздан береді оған көп. Мысық шағызды қыздарға береді. Суды Мысыққа береді. Мысық оған су береді. Ағаш оған жапырақ береді. Мысық сиырға жапырақ береді. Сиыр оған қатық береді. Мысық оған қатық береді. Мақтақыш оған күрегін береді. Мысық, міне, қатықты төгуге болмайды. Қатықты дастарханға қою үшін көп жұмыс жасау керек. Ертегі бітті. Сау болыңыздар.